Бүгін біз Dream League ойнайтын боламыз. Dream League'тің мен 2 рет серия түсірдім. Соларды көрсеңіздер болады. Менің каналым Ерасыл Өмербек. Ал енді бастаймыз. Менің составым бірінші бөлімде және екінші бөлімде де таныстырдым. Содан сіздер менің составымды көре аласыздар. Ойынды бастаймыз. Міне менің составым. Бұл ең мықты состав. Бұл мен үшін ғана ең мықты состав шығар. Ал ойынды бастайық. Кеттік. Ойында қарсылас бастайды. Роттердам командасы. Топты Мельчиори тартып алады және шабуыл. Мен топты тек төбелетіп берем, себебі жерден ұстап алуы мүмкін. Вера Ракитич шығарды. Видал соққы жоқ. Қақпадан қысып кетті. Бірақ біз бірден шабуылға шықтық, о да жаман емес. Енді жалғастырамыз. Видал Вераға бәрібір пас келді. Бірер ретін Мельчиори бірер ретін тамаша. Дуал кіргіз. Ракитич жоқ. Қорғаушы қайтарып жүрген сияқты. Және Видал жоқ. Видал топты алады. Алды. Мельчиори қайтта Видалға. Видал соққа екінші рет қисық кетті. Маған қисық кетірмеу керек барынша, себебі қисық кете берсе ол мен үшін жаман. Әлі қарсыласта сияқты. Бұл мен қуантпайды. Достар, мен тек футбол туралы ғана түсірмеймін. Келесі бөлімде мен басқа ойын туралы түсіруім де мүмкін. Сондықтан менің каналыма жазып, лайк басыңыздар. Менде Барселонаның 3 ойыншысы бар, олар Видал, Ракитич, Юмтити. Мен Барселонаның 4-ші ойыншысын алатын болсам, мен онда осы туралы видео түсірем, міндетті түрде. Әйтпесе мен сіздердің алғанымды көрсетем. Ал достар, бастаймыз. Мельчиори жақсы шықты және гол. Бәрібір гол Мельчиори. Бұл менің клубымда ең үздік бомбардир. Алтын бутсыды алуға да лайық. Мельчиориге негізі пас көп келеді. Ұзақтан бағытталған соққы гол болып шықты. 40 минутта. Жаман емес, бірақ бұдан да көп гол соқсам, онда бұл мен үшін де жақсы. Ракитич команданың капитаны. Ракитичті қылғаныма өкінбеймін, себебі Ракитич мықты ойнай алады, мықты аудай алады. Мен Барселонаның бүкіл составын жинап жүрмін. Ол состав маған керек деп ойлаймын. Міне достар, бірінші тайм өтті. Топқа иелік ету бізде аз екен, 43-57. Ал енді біз басқаша ойнаймыз. Ал басталды. Енді мен өзім шаршаған ойыншыны ауыстыру керек. Себебі ол шаршаса травма қолым. Бұл көп шаршапты. Енді қорғанысқа қою керек. Себебі қазір жақсы ойып бірінші басталды. Қане жатын топтамайыр. Мельчиори шары өстіккен сияқты. Топты қайтар. Қайтарды. Вера Мельчиори паспен преретін. Вераға жоқ. Біз көп пастасып кеттік.
болмайды. Видео. Вера жүгір. Енді аудауды басатын кезде тоқтап қояды. Мельчиори біреретін жақсы момент және гол бәрібір. Қорғанысқа қойсам да гол жасым. Біреретін көп травма алатын ойыншы, бұны ойынға онша қоса бермеймін, бірақ бүгінгі ойынға маңызды болды. Мельчиори тағы да жоқ. Ауттан лақтыратын боламыз. Тек топ түзу келсе болады. Видалға. Тамаша Вера. Кіргіземіз. Ракитич. Бұл жақсы аутау тіреді ғой. Ракитич топтарды оғады. Пас Вера. Үшінші гол. Үшінші шабуылшым, үшінші голды соқты. Бұл енді жаман емес. Мен защитный позицияда болсам да үшінші голды соқтым. Бұл жаман емес. Ал бастаймыз, кеттік. Мельчиори топтап қойды. Неге? Штраф қой бұл, Ракитич. Мельчиори Вера біреретін жақсы кіргіз. Тек ешкім жоқ. Қане. Жоқ. Кеп свой. Ой, қақпашының оғына бермеді, Бұндай күлкілі жағдайлар менде болып тұрады. Баспен. Жо, Вера. Ойынның үздік сатануынан болатын еді ғой, жоқ. Мельчиори. Алды. Менде қазір Юмтити. Жүгір. Тамаша. Вера артқа қарай. Дұрыс бермеді Мельчиори. Және гол. Тамаша. Мельчиори матчтың үздік ойыншысы. Мен защитный позицияда болсам да үш голды соқтым. Бұл жаман көрсеткіш емес. Ал Төреш Скарат. Сонымен уақыт бітті. Зираттардан отып, ары қарай жалғастырамыз. Матчтың үздік ойыншысы әрине Мельчиори. 2 гол. 4 гол деген бұл есеппен соққылар 8. Олардың дәл 4-еу және 4-еуде гол. Лобойлар 1. Дәл пастары бар. Менде көп екен. Тамаша, менде көп. Ереже бұзылған жоқ. Сары карточка ешкімге берілген жоқ. Әрине ереже бұзылған жоқ. Ал офсайд жоқ. Тамаша. Ал ойынды жалғастырамыз. Кеттік. Трансферде Тештеген бар. Жаман емес. Неге тез аяқтадыңыздар десеңіздер, себебі менде уақыт аз. Тезірек Тештеген алу керек, себебі трансфер кетіп қалуы мүмкін. Жарайды достар, сау болыңыздар.